Сіңірі шыққан кедей жігіт жолда келе жатып әмиян тауып алыпты. Ашып қараса, әмиянның ішінде бір алтын теңге бар екен. Жігіт қуанып кетті де: «Мен бұл теңгеге үйге нан, сүт, азық-түлік алып барамын. Әке-шешем, бала-шағам бір тоятын болды», деп ойлапты. Осылай ойлаған сәтте қолындағы әмиян біраз ауырлағандай болыпты. Тағы ашып қараса, енді 10 алтын теңге пайда болыпты. Жігіт қуанып: «Енді мен бұған үйдегі әке-шешеме бұзаулы сиыр алып берем. Аузы аққа жарып, қарық болатын болды», депті. Әмиян одан да ауырлапты. Ашып қараса, 100 алтын теңге шығыпты. Жігіт әмиянның қасиетіне риза болып: «Мен енді бұл ақшаларға ата-анама жаңадан үй соғып беремін. Тұрған үйіміз құлайын деп тұр. Байғұс әке-шешем қуанып қалатын болды», депті. Осылай ойлағаны сол-ақ екен, әмиян бұрынғысынан да ауырлап кетіпті. Жігіт ашып қараса, 1000 алтын теңге шығыпты. Жігіт сәл ойланып тұрыпты да: «Әке-шешемді жаңағы үйде қалдырып, өзіме басқа жақтан жер алып, зәулім сарай соғамын. Қатын бала-шағаммен сол зәулім сарайда тұратын болам», дегені сол-ақ екен, әмиян қайтадан жеп-жеңіл боп қалыпты. Жігіт ашып қараса, баяғы 1 алтын теңге жатыр екен. Түйін сөз: әке-шешеге еткен жақсылықтың сауабы мол болмақ. Ата-анасына қызмет еткен адамның өмірі ұзақ және берекелі болады.